Мен Мұратбек қызы Құралай, Тайынша қаласының агробизнес колледжінің бірінші курс студентімін. Қызын едім жанары күлім деген, тұны қойы теңіздей терең деген, алдарында иіліп сәлем беріп, өзімді таныстырам өлеңменен. Қазақ халқының ұлттық киімі ұрпақтан ұрпаққа алмасып келе жатқан, елдің ғасырлар бойы қалыптасқан сезімталдық талғамын, сәндікке, үйлесім бірлігіне, көркемдікке ұмтылған жасампаздығы мен шығармашылығының жетістіктерін бойына сіңірген құбылыс. Оның қай-қайсымыздың болса да ұлттық мақтаныш сезімін оятатын белгілі. Қазақ қыз балаларының киімі үлкендердікіне ұқсайды, тек шағын өлшемде. Жасы мен жынысына сәйкес. Бұл баланың бойындағы ересек адамды тез көруге деген ұмтылыспен байланысты. Қазақтардың этникалық мәдениетінде балалар мен қыздардың бас киімдердің үкінің қауырсынмен әшекейлеу дәстүрі бар. Олар киелі құс болып саналған, оның қауырсындары көзге, ауруға қарсы бойтұмар болған. Тұрмысқа шыққан қазақ әйелінің бас киімі қыздың киімімен бірдей заттардан тұрады. Қазақ ғұрпында бас киім көріктілік пен сәнділікті, баршылықты білдіретін қасиетті киім саналған. Сәукеле әйелдің бас киімдерінің ішіндегі ең әшекейлісі де күрделісі. Сәукелені ұзатылатын қыздар мен сол қызға еріп жүріп сыңсу айтатын нөкерлер киген. Қалыңдық күйеудің еліне барғанда да сәукелесімен барған. Келіншек оны той өткенше киіп отырып, той өткен соң сәукелені іліп қойып, оның орнына бергекті желек киген. Күйеуге шыққан әйел жаулық киген, шашын, иығын, арқасын жауып тұратын төрт бұрышты ақ мақта матадан тігілген бас киім. Қазақтың ұлттық киімі қазақ халқының ерекше мақтанышы. Тарихын еске алмаса, оның болашағы жоқ, дейді қазақ мақалы.